Барлықтарыңыз сәлем достар, сіздермен мен геймер достар. Біз бүгін интернеттен қалай ақша табады сол жайлы видео түсірмекшіміз. Бұл үшін сіздер трансфер деген немен табуға, және сіздерде ақша болатын болса, соны неге қоясыздар? Депозитке қоясыздар, және депозиттен сіздер депозитке ақша қойып сөйтіп табуға. Оны қалай табады? Мысалға, сіздер депозитке 100 рубль саласыздар. Неге 100 рубльді 24 сағатқа салсаңыздар 1 рубль ғана табасыздар, ал оны 28 күнге қойсаңыздар 59 рубль, яғни айтқанда 250 300 теңгедей табасыздар. 28 күнде жай ғана ештеңе істемейсіздер, осыны күтіп отырсаңыздар болды. Және болды достар, сөйтіп салуға, және ол ақшаны қалай салуға болады деген сұрақ болса, мына жерде пополнить балансқа кіреміз және бір платежный системаға басамыз. Және осы жерде шығады, өзіңіз таңдайсыз, бір киви таңдайсыз, өзіңіз білесіздер. және кивиде мына номерді бүйтіп осыны көшіріп алыңыздар, копировать етіп аласыздар. және кіргеннен кейін мына жерде перевести деген болады, соны мына другой кошелек деген болады, соны басасыздар. және сіздерде мысалға номер телефонын жазасыздар, жаңағы номер телефонды вывести жазасыздар, және 100 рубльді салатын болсаңыз 100 дейсіздер, содан комментарийға трансферті жазасыздар да оплатить етесіздер. Сосын осыны бедревитесіздер, сосын код келеді, және кодты жазасыздар, және мұнда келеді, және келген номер мысалға сіздерге ауысып жатырмын. Мен негізі аударып қойған болатын, осылай отырады, және мына жерге номеріңізді жазбайсыздар. және аударылғаннан кейін қазір осыған кіресіздер. және осыған кіргеннен кейін осыны бүйтіп копировать етіп аласыздар да. осындай не тұрады ғой, короче. соны копировать етіп аласыздар мынаны. сосын подтвердить оплатудан басасыздар, болды. және сізге салынады, және салынғаннан кейін 100 рубль болады. және оны депозитке қалай қояды? создать депозит деген басасыздар. Бұны 100 рубльіміз мұнда түседі, осындай жерге түсіп тұрады. және 100 рубльді бүйтіп 100 дейсіздер, создать депозит басасыздар, және қанша күнге екенін, мына жерде қанша күнге екенін осылайынан басасыздар да 28 күнге қойсаңыз, сізге мысалға 28 күнге мына жерін қойып, сізге 159 рубль қылып аласыздар. 100 рубльді, сондықтан да мысалға 100 рубль деп қойсаңыздар, өзіңіз білесіздер. 10 рубль салсаңыздар, мысалға қанша болады екен? 10 рубль істесеңіздер 500. сонда сіздер 2500 теңге алады екенсіздер. 10 теңгемен қоса 7500 теңге табасыздар. сонда 10 рубль 5000 теңге болады, 7500 теңге табасыздар. 1592 дейді. Достар, өстіп көбейтіп істеуге болады, 10 рубль дейтін болсаңыздар. бірақ сіздер, біз тек қана 100 рубльді аударғандықтан 100 рубль дейсіздер де, создать депозит басасыздар. өздеріңіз білесіздер, мен 120 рубль аударған болатын, список депозитовты. мінекей 5 күн болды мен аударғаныма, 28 күн бар әлі. 28 емес отыр, 23 күн бар. осы 5 майда бітеді, және сол қанша 100 рубль дедік қой, 159 рубль алған достар. Достар, осы мынаны қараңыздар, партнерский программды сол жерге басып, мінекей менің атымнан тіркелетін болсаңыздар, сіздерге мынандай бонустар келіп түседі достар. бонустар 5 рубль ма, сондай өзінен келеді ма бірдеңе сияқты. және менікімен кіріп басқа адамдарды шақырсаңыздар, ана кісі қанша салады, сондай 5% аласыздар, бірақ 5% пайызын мына трансфер төлейді, 5% алып кетпейсіздер сіздер.
транскриптің өседі достар. Сондықтан осы немен осы сілтемемен кіріп тіркеліңіздер. Сіздерге де ақша түседі, бізге де аздап бонус болады достар. Сау болыңдар достар, сіздермен болған мен Кемір. Келесі видеода кездескенше давайте жаңағы неге кіріп, сілтемеге кіріп тіркеліп кетіңіздер. Тіркеу үшін білетін шығарсыздар. Сол жерде аккаунт деген бар, сол жерге mail.ru соған жазасыздар. Оп-оңай зат мынандай осы шетінде тұрады. Давайте достар жаңағы сілтемеге кіріп тіркелейік. Сау болыңдар.